Сізде үйде картоп пен тартылған ет бар ма? Онда осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіз. Дәмі өте ерекше, әрі тез дайындалатын кешкі ас. Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Ең алдымен картопты видеода көрсеткендей жіңішке етіп турап аламыз. Егер де сізде арнайы үккіш болса, солмен өткізсеңіздер болады. Немесе осындай пышақпен жіңішкелеп етіп турап аламыз. Ал енді келесі ол жуаны екіге бөліп, әр бөлігін жіңішке етіп турап шығамыз. Ал енді пештің табасына, яғни духовканың табасына пергамент қағазын қоямыз және де үстіне жіңішке туралған картоптарымызды рет-ретімен бірдей қылдырып саламыз. Картоптарымызды салып болған соң үстіне сәл тұз себеміз және де қалауларыңыз бойынша бұрыш та себуге болады. Немесе кез келген өздеріңіз ұнататын дәмдеуіштер сепсеңіздер болады. Мысалға паприканы да қосса өте дәмді шығады. Және де енді біз тартылған етімізді дайындаймыз. Тартылған етке тұз және де бұрыш қосып, жақсылап тұрып, араластырып аламыз. Егер де қаласаңыз, сарымсақты ұсақтап турап қосса да болады, және де басқа да дәмдеуіштер қосса өте дәмді болып шығады. Ал енді картоптарымыздың үстіне тартылған етімізді қолмен бүкіл бөлігіне жайып шығамыз. Қатты қалыңдау емес, сәл жұқалау, осы видеода көрсетілгендей етіп жайып шығыңыздар. Бұл тағамның жасалуы өте оңай, көріп тұрғандарыңыздай. Сондықтан, егер де кешкі асқа қандай да бір идея іздеп жүрсеңіздер, дәмді ас іздеп жүрсеңіздер, осы тағамды міндетті түрде жасап, өз жанұяларыңызды қуантыңыздар. Ал енді осы тартылған еттің үстіне мен майонез қостым. Майонезге сәл бұрыш пен тұз араластырдым. Және де осылай қасықтың көмегімен жағып шықтым. Ал енді келесі бөлім, ол бізде туралған жуалар. Жуаларды да осылай жұқалап етіп, әр бөлігіне жайып шығамыз. Ал енді жуалардан кейін біз әрине қалған картоптарымызды саламыз. Картоптарымыз біркелкі болуы керек. Осылай жайып шығамыз. Және де картоптың үстіне де майонез құямыз. Майонез болмаса, қаймақпен жұмыртқаны араластырып, сондай соуста жасауға болады. Енді өздеріңіз ұнататын соусты қоссаңыздар да болады. Осылай майонезді жағып шығып, оны қасықпен теңестіріп жағып шығамыз тағы. Және де картоптың үстіне дәміне қарай бұрыш және де тұз себуге болады. Ал енді мен қалауым бойынша мұздатылған болгар бұрышымен қызанақты қостым. Егер сіздерде мұздатылмаған болмаса, кәдімгі қызанақты немесе болгар бұрышын қоссаңыздар болады. Бұл этапты өткізіп тастасаңыздар да болады. Енді әркімнің өз қалауы бойынша. Және де бетін фольгамен жауып, қызып тұрған пешке 200-220 градусқа 1 сағаттай уақытқа пісіруге жібереміз. Біздің тамағымыз толықтай пісіп шығуы керек. Енді әркімнің духовкасына байланысты, менде 1 сағаттай уақытта пісті. Және де піскеннен кейін бетін ашамыз. Көріп тұрғандарыңыздай толықтай піскен, өте әдемі көрінеді.
Ал енді үстіне мен үккіштен өткізілген ірімшікті қостым және де пешке 5 минуттай уақытқа тағы да салып қойдым. Көріп тұрғандарыңыздай біздің тағамымыз дайын болды. Түрі өте әдемі, дәмі деген керемет. Енді нағыз әдемі тағам. Осындай тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Көріп тұрғандарыңыздай көп затты керек етпейді, тек қана тартылған етпен картоптан жасалынған, және де әдемілеп осылай тарелкаға салып, өз жанұяңызға беріңіздер. Баршаларыңызға рахмет. Ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше. Маған тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған мен Диана. Сау болыңыздар.